Білектеріне қызыл жіпті тағып алып жүрген бірқатар адамдар арамызда жүр. Оны не үшін тақты? Біреу осы трусы мен носки жасалатын әшейін жіп сені қорғайды және жақсылыққа жетелеп байлыққа апарады деп айтқан болар. Осы видеода қызыл жіп байлаудың қайдан шыққан және мағынасын анықтайық. Ассалаумағалейкум, бұл шын тарих. Бәрін бастаған өзін сатананың серігі санайтын әнші Мадонна. Ол бір сұхбатында осы қызыл жіпті байлағаннан бері бақытқа ие болғанын айтқан. Ол каббала бағытын зерттеп ұстанымына айналғаннан кейін қызыл жіп таққаны ел арасында қызығушылыққа алып келді. Көптеген Голливуд атақтылары осы жіптермен көріне бастайды. Қызыл жіпті сол қолға байлау үрдісі негізінен яһудейлік каббалистік дәстүрлермен байланысты. Каббала сөзінің аудармасы қабылдау, яғни жаратушының құпияларын ашатын даналық пен қасиетті кітаптардың бірі Тауратты түсіну туралы мистикалық эзотерикалық бағыт. Қызыл жіп жолыңызды ашып, таусылған энергияңызды қалпына келтіру үшін жіпті сатып алу керек екенсіз. Қолдан жасалғаны күші болмайды дейді сиқыршы қара магиямен айналысатындар. Палестина балаларын қырып жатқан Израильдің Нетивот қаласында бір қасиетті кемпірдің зираты осындай қызыл жіппен оралған жерлері бар. Именно осы қаладан алынған. Именно сол кемпірдің жібін 7 жерден байлап, сол қолыңа байлап пайдалансаң, әсері соншалықты күшті, саған көз тимейді, сенің жолың ашылып бақыт құшағына енеді екенсің. Мұндай жіпті славяндар мен буддистар оң қолына талисман тұмар ретінде әртүрлі жамандықтан қорғайды деп таққан. Ал кей қазекеңдер бұл жіпті көзге теріскен шықса, сүйегің ауырса соны кетіреді деп тағады екен. Исі мұсылман қазақ ағайындарымыз осы үрдіске сенгені қалай? Әлде Мадонна табынып жүрген сатананың арбауы бізге де жетті ма? Бір жолдары кей ортада атақты блогер Мамасита осы жіптерді сатып, балалы бола алмай жүргендерді балалы қылдырады. Жұмыссыздар жұмысқа тұрады, енді тапсыратындар жоғары балалады және тағы басқа көзбояушылық жасап, әр жіпті 4,5 мың теңгеге сатып ақша жасады. Осы қызыл жіптің артында әшейін пайда табудың көз екенін көрсеткені рас қой. Біразы жұмақтан орын алатындай жіпке таласты. Бұл әлде жұртты адастырған үшін Әзәзілден сауап алғаны ма? Әшейін жіп қой деп тағып алып жүрген жұрт аз емес. Солардың қатарынан алыс болайық. Трусы мен носки жасайтын жіптен үміт күткен жұрттай адаспайық ағайын. Жаныңа дауа, дертіңе шипа, жолыңды да ашып жақсылыққа жетелейтін ол жаратушының өзі мен сөзі. Арнаға тіркел, қолдау көрсет, саналы да иманды қазақ болайық.